Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер. Бүгінгі сіздермен бөлісейін деп отырған тақырыбым жүктілік кезінде жыныстық қатынасқа түсуге болады ма? Және оның пайдасы мен зияны жайында, және қай кезде жыныстық қатынасқа түсуге болмайды, сол жайында айтып өткім келеді. Негізі, жүктілік деген ол ауру емес, ол патологиялық емес, ол физиологиялық қалыпты жағдай, қыздар. Біздің, бірақ менің практикамда, яғни тәжірибемде, қазақ қыздары әсіресе жүкті болғаннан кейін өзінің күйеулерімен жақындасуға қорқады, ұялады және баланы түсіріп алу қаупі жоғары деп ойлайды. Ол дұрыс пікір емес, қыздар, айтып өтейін. Қалыпты жағдайда, егер жүктілік қалыпты өтіп жатса, дәрігер сізге күйеуіңізбен жақындасуға мүлдем болмайтын өзінің диагноздары болады, ол қыздар, ол қандай диагноз, ол қандай кезде, ол мысалға баланың жолдасы дұрыс бітпеген жағдайда, жаңағы жатыр мойнын полный жауып қалған кезде, оны орысша предлежание плаценты дейді медицина тілімен, осындай кезде мысалға мүлде күйеуі мен әйелі қосылуға болмайды. Және де жаңағы истмика-цервикальды жетіспеушілік деген диагноз болған жағдайда күйеуі мен әйелі қосылуға болмайды. Сізде ондай диагноз болған жағдайда, мысалға, дәрігер міндетті түрде сізге өзіңізге айтады. Сізге жүктілік басталғаннан аяқталғанға дейін жыныстық қатынаста болуға болмайды деп. Ал ондай айтылмаған, ондай диагноз жоқ қыз-келіншектер міндетті түрде керісінше жыныстық қатынаста өмір сүргені абзал. Неге дейсіздер ғой? Өйткені сіз, Алла қаласа, баланы табиғи жолмен өмірге алып келуге дайындайсыз өзіңізді 9 ай бойы. Сіз қалай дайындайсыз? Яғни сіз сол жыныстық жол арқылы бала өмірге келеді. Ал сіз 9 ай бойы күйеуіңізбен қосылмасаңыз, жыныстық қатынаста өмір сүрмесеңіз, сіздің қынабыңыздың қабырғасы қатайып, керісінше, және жатыр мойнының еттері босануға дайындалмайды, босаңсымайды, яғни. Бізде сіздер білесіздер, қыздар, ер азаматтардан әйел заты гормон алады, әйел заты алған гормонның ішінде простагландин деген гормон болады, зат болады. Сол простагландиндер әйелдің жатыр мойнын, яғни жұмсартады. Жұмсарту арқылы жаңағы сіз әйел кейін босанғанда жатыр мойны ашылу арқылы, жатыр мойнының жұмсару арқылы нәрестені дүниеге келтіресіз ғой. Сіз осы жыныстық қатынасқа түсу арқылы әйел жатыр мойны, яғни жұмсарып босануға дайындалады. Және де жыныстық қатынастан кейін жатырдың жаңағы қан айналымы жақсарады. Ол деген сөз, ол балаға өте жақсы. Ол бала жақсы өседі, жақсы қоректенеді деген сөз, қыздар. Және де жаңағы бұның жақсы жақтарын айтып өттім. Ал егер қай кезде жыныстық қатынасқа түсуге болмайды, дәрігер өзі айтады, ол қай кез? Ол егер жаңағы жүктіліктің үзілу қаупі, орысша айтқанда угроза болған жағдайда, сіз жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Және де әйелде 7 айға жеткенде біз бәріміз айтамыз, сіз қазірше 1-2 апта жаңағы жыныстық қатынаста өмір сүрмеңіз. Неге? Сіз ерте туу қаупі бар, 7 айда. 7 айда ерте қаупі болғандықтан туу қаупі. Сіз жыныстық қатынаста өмір қатты сүрмейсіз. Керісінше менің тәжірибемде көп кездескен әйел адамдар көбінесе 40 аптадан ары жүктілік, яғни переношенный, орысша айтқанда, уақытынан, мерзімнен асып кеткен жүктіліктер болған кезде біз керісінше келіншекке кеңес береміз. Бүгін үйіңе бар, бүгін ертең осы апта күйеуіңмен активті жыныстық қатынаста бол. Сен сонда тезірек туасың деген сияқты кеңестер береміз келіншектер. Сондықтан айта кететін жағдай, менің көп өзімнің тәжірибемде кездескен, біздің қазақ келіншектерге қарағанда,
түрік келіншектер, орыс келіншектер неғұрлым жыныстық өмірде жақсы өмір сүреді, жаңағы жүктілік кезінде де, және олар соның нәтижесі босану кезінде өздері табиғи жолмен, өздігінен ешқандай разрывсыз, жыртылусыз босанып жатады. Осы, яғни қорықпай, жүктілік кезінде жыныстық қатынаста болудың арқасында осындай жеміске жетіп жатқан қыздар бар. Сондықтан қыздар, сіздерге айтарым, ер азамат орысша айтқанда грубый болмай, нәзік, жыныстық қатынаста бала көтергеннен бала туғанға дейін болған, ол керісінше сіздің денсаулығыңызға пайдалы. Сондықтан қыздар, ондай қазір 21-ші ғасыр, дәрігеріңізден ерекше жаңағы жағдайлар болса сұрап алсаңыз болады. Ал осындай мазалаған сұрақтар болса, қосымша керісінше бізге жазсаңыз, маған жазсаңыздар болады. Мен мейлінше сіздерге жауап беруге тырысамын.